Қайырлы күн достар, бізге қайырлы күн достар, біз бүгін мынандай сыйлық алдық. Туысқандарымыздан сыйлық берілді. Бұл кәдімгі штатив, камерамен түсіруге де болады, телефонмен түсіруге болады. Штатив бұл трипод 3388 деген моделі. 12 мың алып келдік. Ашатын боламыз. Өте жақсы. Блогпен ютубер боламын десеңіздер, блогермен айналысамын десеңіздер, өте жақсы штатив болады. Бұл өзі штативіміз осылай. Қазір мына құрамыз қазір. Бірінші положение. Телефон соғу үшін байланып қойып қоямыз. Келді. Так. Келтіреміз. Қатайтамыз. Қатайтамыз. Қозғалмауға. Қысамыз. Екінші мынау телефон ұстайтын. Телефонды былайына қойып қойуға болады. Болмаса қойғаннан кейін былай шырта беретін боламыз. Бірінші телефонды бекітіп алайық. Телефонды бекітіп қойдық. Штативті бекіттік. Бекіткеннен кейін біздің ең бір ерекшелігі мынандай кішкентай ғана пульті бар. Пульттен қосайық. Қосқаннан кейін бұл Bluetooth-бен жұмыс істейтін болады. Және де мынандай микро зарядкасы бар. Осыны зарядкалап алып жүрсек болады. Және де бұның бір артықшылығы штативсіз телефоныңызға видео түсіретін болса қалтаңызға салып жүрсеңіз де болады. 10 метрден тарта береді. Бірінші положениесі және де мынау аяқтары созылады. Енді қазір бірінші положение ұстап тұр. Енді телефонды қосатын боламыз. Мысалға видео түсіретін болсақ. Телефонды қойдық. Бәрін реттеп аламыз. Қойғаннан кейін видеозаписке барамыз. Басқаннан кейін мінекейіңіз, мына пультті аламыз да. Видеозаписке бардық. Кетті. Видеозаписке барғаннан кейін Bluetooth қосатын боламыз. Bluetooth қостық. Bluetooth мына бізде Up-Shutter 3 деп шықты. Қосатын боламыз. Мысалға, мына жаққа алатын болсақ, мына пультті аламыз да. Басып кеп жібердік. Уже қараңыз, мына 1-2-3 секунд кетіп жатыр. Біздің қатты керегіміз жоқ. Қайтадан бір кнопканы бастық. Мына пауза тоқтады. Бұл автоматтарда сақталып қалады. Және де мынадан, бұны егер үлкейтетін болсақ, мысалға аяқтарын мінекейіңіз. Айдан екінші положениесі бар. Және көтеріп қоя бердік. Әрі қарай үшінші положениесі бар. Командта көрсететін боламыз. Жоғарда тұрып, жерде қазір енді бұлар ыңғайсыз болып тұр ғой. Мына жерде тұрған кезде өте ыңғайлы болады. Мысалға, жолда бір нәрсе түсіретін болсаңыз, биікке қойып қойып, ары қарай өзіңіз тірлігіңізді жалғастыра бересіз. Және де ары қарай бұны жинауды өте оңай. Алдыңыз. Бірінші жиналды. Кетті. Екінші жинаймыз. Кетті.
кетті. Енді қараңыз, енді мынаны осылай ұстап та жеп түсіруге болады. Қалаған жеріңізге былайынан камераны түсіре бересіз. Өте пайдалы нәрсе. Қолданыңыздар, тұтыныңыздар. Жақсы сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер.